Мен сендерге қазір Шымкентский жол ережелерімен таныстырып өтем ғой, түсіндіңдер ме? О, Естеріңе сақтап алыңдар, қайталай бермеймін мен. Аха. Короче, бірінші, мына не қойын случай, мына ремень тақпаңдар. Зачем күн жанып тұрғанда? И так та өздерің ремендерің бар ғой. Осы прикол, радойлармен жаман өтеді. Екіншіден, пешеход. Мына пешеходтан наглый болу керексің ғой, түсінсің бе? Пешеходта бірінші машина өтеді. Содан кейін барып адам өтеді да. Үшіншіден, ол светофор. Светофор түсінсіңдер ме? Жасыл жанса, жүреміз. Енді білеміз енді. Сары жанса, тоже жүреміз. А вот, қызыл жанса, жан-жағымызға қараймыз да, басамыз. Вот сол, осыдан басқа ереже жоқ. осторожно! Жема! Welcome to Shipcase.